Сәлеметсіздер ме оқушылар? Цифрлық сауаттылық сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ғаламтордағы қауіпсіздік. Оқу мақсаты желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру, интернет желісіндегі қажетсіз байланыстың қаупін түсіну. Бүгінгі сабақта сенің білетінің ғаламтор желісіндегі қажетсіз байланыстың қаупін түсіну, желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру. Айшылық алыс жерлерден хабар алу ежелгі дәуірлерде басталып кеткен. Ежелде адамдар қашықтықтан хабар алмасу үшін от жаққан немесе қатты дыбыстар шығарған, және де хабаршы арқылы ақпарат алмасқан. Ал жазу пайда болғаннан кейін көгершіндерді және почта арбаларын пайдаланды. Қазіргі уақытта ақпарат алмасудың тәсілдері ғаламтормен байланысты. Ғаламтор деген не, ол қашан пайда болды? Ғаламтор 1960 жылы ақш-та пайда болды. Ғаламтордың жеке қожайыны жоқ, оны ешкім басқармайды. Ғаламтор бұл интернет. Интернет желісіне қалай қосылуға болады? Интернет желісіне қосылу үшін компьютерге модем керек. Модем дегеніміз бұл компьютерге телефон желісі және сымдары арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Ғаламтордың негізгі қосымшасы қазіргі таңда күнделікті пайдаланылатын электрондық пошта. Электрондық пошта желі қолданушылар арасында хабар мәлімет алмасуды жүзеге асыратын қызмет жүйесі. Ғаламтордағы кең тараған браузерлер Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Яндекс, Amigo және тағы басқа браузерлер бар. Браузерлер ғаламтордағы мәліметтерді оқу браузер деп аталатын арнайы программа арқылы орындалады. Браузер парақтау, қарау деген сөзінен шыққан атау. Ақпарат алмасу тәсілдерінің тағы түрі мессенджерлер. Мессенджерлер хабар алмасуға арналған программа. Көптеген мессенджерлерден дыбыстық және бейне қоңырау соғуға файлдарды жіберуге болады. Бұл қазіргі уақытта WhatsApp, Facebook, Telegram, SMS, осылардың бәрі мессенджерлер. Ғаламторда отырғанда қандай ережелерді білген жөн? Ғаламторда жарияланған ақпараттардың бәрі ақиқат емес, себебі оған ақпаратты кез келген адам сала алады. Оқушылар, интернет бұл үлкен әлем. Мұндағы адамдардың барлығы жақсы бола бермейді. Сондықтан қауіпсіздік ережесін сақтап жүргеніміз дұрыс. Бейтаныс сайттарға кірме. Ол жерде саған қауіп төндіретін ақпарат болуы мүмкін. Жеке басыңа қатысты ақпаратты бөліспе. Яғни мекен-жайыңды, телефон нөміріңді, мектептің нөмірі сияқты ақпараттармен бөліспе. Бейтаныс адамдарға суретіңді жіберме. Және де таныс емес адамдармен сөйлеспе. Ғаламторда қанша уақыт отыруға болады? 6 жастан 12 жасқа дейін балалар компьютерде жарты сағат қана отыра алады. Ал 12 жастан асқан балалар ғаламторды күніге 1 сағат артық қолданбауы қажет. Оқушылар, енді сіздерге тапсырма. Интернеттегі қауіпсіздік. Бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша мына сұрақтарды сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар оқушылар. Оқушылар, бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді осы бағдаршам әдісі бойынша бағаласаңыз болады. Үйге берілген тапсырманы дәптерге орындаймыз. Сау болыңыздар.